Сәлеметсіздер ме? Каналыма қош келдіңіздер. Бүгін біз балалық шақтың бал дәмімен қоржық пісіретін боламыз. Видеоны көрмес бұрын каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Бізге ең алдымен айран керек, бір кесе айран. Қолдың айраны болса да болады, дүкеннің айраны болса да болады. Сосын бір чай қасық ас содасын салып араластырып көпіршітіп аламыз. Сосын бір кесе қантымызды салып, ол қантты ерігенше дұрыстап араластырып аламыз. Бір кеседей сұйық май қосамыз. Қолдың майын қоссаңыздар да болады, магазиннің майын қоссаңыздар да болады. Әркім өз еркі. Сосын осылай бір кесе ұн қосамыз. Ұнның жартысын алып қаламыз. Жақсылап осылай дұрыстап араластырамыз. Сосын жаңағы ұнымыздан тағы кішкене салып, қопсытқыш саламыз, разрыхитель. Разрыхительді қосып осылай араластырамыз дұрыстап араластырып, осылай енді қолмен илеуге кірісеміз. Тағы да ұнды салып, осылай қолмен илей бастаймыз. Тағы ұнымызды салып, дұрыстап қолмен илеуге кірісеміз. Нанымыздың басылай нан кішкене жабысып тұратындай болу керек. Біріктіріп илеп аламыз. Сосын ақырындап нанымызды қайып, осылай оқтаумен тегістеп, осылай қалыңдықта аламыз. Арасын қолмен де көрсететін боламын. Қолмен осындай қалыңдықта жайып аламыз. Және қоржықтардың формасы жоқ болса, мен осындай кесені алдым. Сіздер де солай қолдансаңыздар болады. Сосын пергамент қағазы болмаған соң, мен осындай табанның астына сары май жағып, қоржықтарын тізіп, айранның бетіне жағып, пешке салуға дайындадым. Және де осылай нан қалып еді, оны қойдым. Қоржықтарым пісіп дайын болды. Сіздер де өстіп пісіріп көріңіздер. Әдемі, жұмсақ, мамықтай, тәп-бір бала кезіміздегі буфеттегіндей қоржықтың дәмі өте дәмді болып шығады. Сіздер де осы рецептпен жасап көрсеңіздер болады. Өте дәмді болып шығады. Жаңағы қалып қалған қамырмен тағы да қоржық жасадым. Ол және сәл кішілеу болып шықты. Сіздер де осылай жасап көрсеңіздер болады.